Сәлем достар, біз бүгін манты және орама жасайтын боламыз. Алдымен ұнға тұз, жұмыртқа және су құйып жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабысқақ болса, тағы да ұн қосып, қаттырақ қылып қамыр илейсіздер. Және иінін қандыру үшін 10-15 минутқа бетін жауып қоя тұрасыздар. Қамырымыз дайын болғанша фаршын жасаймыз. Яғни фаршқа жуа керек, картошка және сәбізіміз керек болады. Жуаны кубик қылып турап, картошка мен сәбізді блендерден өткізіп аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Иіні қанған қамырымызды тағы да басып жібереміз. Бұл қамыр илеген сайын өте күшті болып шығады. Осындай золотистый түрде шығу керек. Және осы қамырымызды екіге бөліп, қамырымызды жая бастаймыз. Алдымен бір бөлігін жаямыз, және екінші бөлігін жаямыз. Бір бөлігіне мен орама жасаймын, ал екінші бөлігіне манты жасайтын боламын. Әбден жұқа қылып жайып аламыз тестімізді. Орама жасау үшін қамырымыздың тестіміздің ортасына сұйық май жағамыз, және жан-жағына жығу үшін осылай видеодағыдай жасап шығамыз. Және ортасына фаршымызды саламыз, барлық жеріне фаршымызды жеткізіп саламыз. Орамамызды осылай видеодағыдай қылып ораймыз, және осы табамызға май жағып, тестімізді, яғни орамамызды орналастырамыз. Екінші жаймамызды жайып, манты жасаймыз. Осылай жұқа қылып, тағы да жайып аламыз. Мантының формасын дөңгелек қылып жасаймын. Кесенің көмегімен осылай дөңгелек қылып кесіп аламыз. Осылай ортасына фаршты саламыз, және видеодағыдай өріп шығамыз. Екі жағын бір-біріне өріп аламыз. Сонда әдемі осындай манты дайын болады. Суды алдын ала отқа қойып қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін манты қазанымызды орналастырамыз. Мантымыз 45 минут 1 сағатта пісіп шығады. Осындай әдемі орама мен манты шығады. Осындай майонездің көмегімен әсемдеп, көк шөппен әсемдеп қойсаңыздар болады. Сіздерге ас болсын, сіздермен салтанат. Видеом ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.